үлкен әрі жағдайы жақсы отбасында дүниеге келдім. Тұрмыс құрғаныма 5 жылдан асты. Аллаға шүкір, қазір жағдайымыз жақсы. Күйеуім екеуміздің 2 ұлымыз бар. Жұрттар енесінен, абысынан, қайын әпкесі немесе қайын сіңлісінен опық жеп, өмірден түңіліп жүрсе, мен қайнағамнан таяқ жеп, өмірден түңілдім. Түсінікті болу үшін барлығын басынан бастайын. Жасым ол кездері 22 шамасында. Әкем үлкен магазин ашып берген. Шуба, пальто, сырт киімдер сататынмын. Ішкенім алдымда, ішпегенім артымда. Нағыз бақытты кездерім сол екен ғой. Күнде кафе, ресторан, клубтар. Ана мен әкемнің жалғыз қызы болған соң бетімнен қақпай өсірген. Бірақ ерке қыз екенмін деп бетімен кеткен мен жоқ. Сондай бір күндердің бірінде дүкенге жұмысшы қыздарға өз міндеттерін тапсырып, өзім ертерек шығып кеттім. Химчисткаға берген киімдерімді алу үшін қалаға шықтым. Жолда тұрып, такси тоқтаттым. Әдеттегідей таксиге отырып, жол ақысын келісіп, кетіп бара жатырмыз. Артта отырған маған рөлдегі түр әлпеті келіскен қою қоңыр көзді жігіт алдыңғы әйнектен қайта-қайта қарай берді. Оған мән бермей шетке қарай отырдым. Ыңғайсызданып кеттім. Одан соң өзі сөз бастады. Қарындас, қай жылғы боласыз? 95-ші жылғымын. Өзің? Мен 94-ші жылғымын. Сізге сіз деп сызылып тұрсам, бірден сенге көштіңіз ғой. Әңгімені қойып, жөлге қараңыз деп қаттырақ сөйлегендей болдым. Әңгіме осымен бітіп қалды. Карта арқылы жол ақымды төледім. Басқа артық әңгіме болмаған соң, ол туралы ұмытып та кетіппін. Содан химчисткадан киімімді алдымда, басқа да тірліктерімді бітіріп, кешкісін үйге келдім. Кешкі асымды ішіп, ұйықтауға жатқалы жатқанымда WhatsApp желісінен хабарлама келді. Басында оны танымай тұрдым. Кейін өзін жұмбақтап айтқан сөздерінен соң әлгі таксист жігіт екенін білдім. Нөмірімді қайдан алғаным белгісіз, әйтеуір тауып алыпты. Ол маған күнде жазып, жұмысқа апарып әкеліп жүрді. Өзі туралы көп нәрсе білмесем де, ол маған жақын болып кетті. Тіпті оны көрмесем тұра алмайтындаймын. Ақыры бір күні ол мені күткен сөзді айтты. Екеуміз қыз бен жігіт болып жүре бастадық. Бізде барлығы керемет. Оның жағдайы әрине біздіңкідей емес, бірақ маған ол қызық емес. Шынайы махаббат деген осы екен ғой. Бір жыл бойы екеуміз жүрген соң, ол маған тұрмысқа шығуға ұсыныс жасады. Әрине, мен оған келістім. Бірақ ата-анама айтуым керек болды. Оларға қалай айтарымды білмеймін. Бірақ сонда да айтуға бекіндім. Алдымен анама айттым. Оған әкеме айтуға көндірдім. Ақыры үшеуміз отырып сөйлестік. Әкем әрине қарсы болды. Бірақ мен райымнан қайтпадым. Әкем тең-теңмен деп айтуын доғармады. Олардың бұл ақылға қонымсыз сөздері менің көңіл күйімді түсірді. Әкеме қатты ашуланып, кәрі қыз қылып отырғызып қойыңдар онда үйде деп, бөлмеме жылап кетіп қалдым. Біраз ойландым, не істесем екен деп. Ойым сан-саққа кетті. Жүрегім біртүрлі соғып, жайсызданып жаттым. Сол уақытта Мейрамбек жігітім хабарласты. Не болғанын, не дегендерін сұрады. Айтпасам да біліп тұр ғой. Екеуміз біраз сөйлестік. Көңіл күйімді көтеруге тырысты. Ертесіне кездесетін болып шештік. Қаладағы кофеханалардың біріне келіп, бетпе-бет отырып сөйлестік. Екеуміз бір-бірімізбен айырылғымыз жоқ. Мен оның ауылда тұратынын білсем де, оның соңынан еріп кетуге дайын отырмын. Содан бір нақты шешімге келдік. Бүгін кешкі пойызға отырып, онымен бірге кететін болдым. Мен қателескен жоқпын. Ол менің өмірлік серігім. Ата-анам қанша ренжісе де, мен осылай жасауым керек. Бүгін не ертең не, бай отбасыма, кедей отбасыма бәрібір кететін қызбын. Сол себепті осы шешімге келдім. Алдымен жұмысқа барып, қыздарға барлығын тапсырып кеттім. Орныма жұмысты жақсы жасайтын өзім сенетін қызды қойдым. Одан үйге барып, анамен бірге жақсылап тұрып шай ішіп, оған қарап, сағынатынымды сезіп сырттай күлімдеп қоямын. Ақыры кеш батты. Әкемнің келгенін күттім. Оған қарап, ішімнен сау бол әкешім дедім. Өзіме керек майда шүйдемді ғана қол сөмкеме салдым да, үстіме ұзындау киім киіп,
Қыздармен отырып келемін деп шығып кеттім. Мейрамбекпен жолығып, екеуміз пойызға отырып, күйеуімнің отбасына жөнеліп кеттік. Бір күн, бір түннен соң оңтүстікке жеттік. Ұялы телефоныма анам мен әкеммен қаншама қоңыраулар түскен, бірақ телефонымды алуға бата алмадым. Пойыздан түскен соң бізді Мейрамбектің достары күтіп алды. Кафеге барып, тамақтанып алдық. Одан соң болашақ күйеуімнің шаңырағына бардық. Барлығы жақсы күтіп алды. Я, кәдімгі ауылдың көрінісі. Туысқандары, қуаныштары қойнына сыймай жүрген той иелері, ауызбіршілігі, жарасқан көші қолаң, бәрі де керемет. Бірақ жаңадан келіп жатқан ауылдың тұрмыс тіршілігіне бейхабар мына маған бұл көрініс таңсық көрінген рас. Алайда өзімді барынша еркін ұстауға тырыстым. Себебі бұл енді менің де үйім. Телефонды сөндіріп қойғандықтан ата-анамның нөмірін Мейрамбекке бергенмін. Ол хабарласып, тұтқаны туысқандар арасында мен дейтін ағаға берген екен. Сонымен хабаршы ретінде оған хабарласты. Жол алыс болғандықтан алдымен уайымдатпай хабарласайық дегендері болар. Мән-жайды түсіндіріп, рет-ретмен айтып жатыр. Алайда анамның ашуы лезде тарай қоймады. Тұтқаны маған беруін өтінді ме, әйтеуір маған қарай келе жатты. Сені сұрап жатыр деді. Өңді келген жасы 30-35 жас аралығында еркісі келіп. Тұтқаны алып анамды тыңдай бастадым. Әдеттегідей кедей отбасы, ол жақта тұра алмайсың деген сөздерін айта бастады. Одан тұтқаны әкем алып, сен жассың, карьера қуып жақсы өмір сүруің керек деп жалғастырды. Соңында мен осында қаламын. Райымнан қайтармаңдаршы, әуре болмаңдар. Кешірімшілер шығып кетті. Оларды жақсылап күтіп алыңыздар. Жол ұзақ, ертең барып қалады. Одан соң қуғыншы болып келетін адамдарда жіберіңіздер, ұят болып қалмасын. Беташар бола береді, мен келісіп тұрмын дедім. Менің бұл сөзіме жанымдағылар аң-таң, бірақ бір жағы көңілдері жайланып, қуанып тұрғандары жүздерінен анық көрініп тұр. Оларға қарап мен де мәзбін. Ертесіне салт бойынша беташар өтті. Барлық жұртқа көрсетіп менің бетімді ашты. Барлығы жақсы шүкір. Беташар біте сала білгенімше барлық тірліктерді істеп жүрмін. Енемді жақсы танып алдым. Оның жанында жүріп көмек қылып жүрмін. Ол да мәз. Беташардан соң үйде сонда да ығы-жығы адам көп болды. Сөйтсем оның барлығы Мейрамбектің бауырлары екен. Мейрамбек жіліктеп тұрып барлығын жіпке тізіп айтып берді. Екі ағасы, бір әпкесі, екі інісі, бір қарындасы бар екен. Енді үйленбеген бір інісі ғана бар. Қалғандары үйленіп кеткен. Әпкесі мен қарындасы да тұрмыста екен. Ата-анасы және үлкен атасы бар, яғни әкесінің әкесі. Маған бұл туралы негізі айтқан. Бірақ менде қай бір ми бар дейсің, ұмытып қалған ғой. Әйтеуір көп балалы отбасы екенін білемін. Әне-міне дегенше уақыт деген өтіп кетті. Кеткен кешірімшілермен бірге қуғыншылар келді. Кешірімшіге барғандардың айтуы бойынша ата-анам біраз туыстармен оларды жақсылап күтіпті. Сөзімді жерге тастамағаны ғой, қатты қуанып қалдым. Сонымен қуғыншыға 3-4 адам туыстарым келді. Оларды да күтіп шығарып салдық. 30 күн ойын, 40 күн тойын деген осы болса керек. Әйтеуір келім-кетім деген көп болды. Келім болып шай құйып, тамақ, үй, дала барлығын атқардым. Барлығын лезде алып кеттім. Қаланың қызы деп ешкім айтпайды, десті жұрт. Оған мен мәзбін. Үйде үлкен қайнатам, абысын және қайнағам бар. Қайным мен күйеуім де бар. Жаз бойы егіншілікпен айналыстық. Қыста көкпар, майда шүйде. Солай уақыт өтіп жатты. Өзімнің қайнатам мен енем бізден 4-5 үй ары тұрады. Екеуі ғана бөлек. Қайным кейде сонда барады, кейде үйге келеді. Екі ортада жүреді. Барлығы жақсы дейін десем болмай тұр. Бірақ әрине жақсының жақсылығын айт. Абысының білмегенімді үйретіп, үнемі қолпаштап жүрді. Менің сырласыма айналды. Үлкен қайнатам арақ көп ішеді, алайда ешкімге зияны жоқ. Бір аптада бір шеше әкеп берсең болды, сенен жақсы адам жоқ. Мұндағы гәп қайын ағамда болып тұр.
ол туралы көп естігенмін. Күндердің күнінде сиыр сауып келіп, шелектен кастрөлге оны сүзіп қойып жатты. Артымнан біреу: "Дұрыстап сүз, әйтпесе арасында қоқым қалып кетеді" деді. Жақсы" дедім де тірлігімді жалғастырдым. Осылай бәрі майда шүйдеден басталды. Ақыр соңында ол менің киген киіме де тиісе бастады. Кеңдеу лосина ки, штапель киім ал, орамалыңнан шашың шығып тұрмасын, тағы сол сынды. Бір күні интернет арқылы бір көйлекке тапсырыс бердім. Бір аптадай уақыттан кейін почтаға келді. Барып алып келдім. Үйге келіп күйеуіме киіп көрсетіп, қандай әдемі көйлек екенін айтып жаттық. Бір уақытта қайнағам "Мейрамбек" деп айқайлап кірді. Мейрамбек енді тұра бергенде қайнағам күйеуімді ұмытып маған бұрылып көйлегімді ұстап көрді де: "Не бәле мынау? Материалы нашар ғой. Қайдан алдың? Өткізіп таста. Таңдай алмайсыңдар сендер ештеңені" деді де шығып кетті. Шақырып жатқан Мейрамбегі жайына қалды. Сыртқа шығып кеткен күйі қайнағам жоқ болды. Күйеуіме қарап: "Неге өтеді?" дегендей кейіп таныттым. Алайда оның бар айтар жауабы: "Мән берме, білесің ғой өзі сондай" деді. Бірақ мен оның ол мінезіне шыдай алмаймын. Күйеуім маған олай айтпағанда, ол бұлай сөйлейтін кім соншама түсінбеймін. Абысыныма жаным ашиды. Оны әбден жерден алып жерге салады. Ұрысу түгілі ұрып тастайды. Бірақ соған абысыным шыдап жүр. Қазір олардың 3 балалары бар. Ал мен біріншімді босанғалы отырмын. Күздің соңғы айы. Күндер, сағаттар зырғып өтіп жатты. Үлкен қайнатам ылғи да баняға барарда қолына мұздай коньяк алып алатын. Шыққан соң соны рахаттанып тұрып ішеді. Оның бұл әрекетіне әрине денсаулығына зиян. Бірақ ешқайсымыздың сөзімізге құлақ аспады. Сол құрғыр алкогольді ішімдіктен кесірінен қатты ауырып, бір апта болмай көз жұмды. Ең өзіме жақын тартатыным қайнатам еді. Өз-өзімен ешкіммен шаруасы жоқ. Қолым бос болса: "Қызым кел, әңгіме айтайық" деп біраз шүйіркелесетін едік. "Қайран атам, жасың 70-ке толмай жатып марқұм болдың. Аллах тағалаға да жақсы адам керек. Көп ұзамай атамыздың 70-сін. Одан соң 40 күндік асын бердік. Барлығын бітіп жайғасқан соң ұлымды дүниеге әкелдім. Балам крупный болғандықтан кесір тілігі арқылы босандым. Үйге келіп өз-өзімен әйтеуір күн көрдім. Абысыным үйдің тірлігінен, одан қалса бала шағасынан босамайды. Күйеуім де ара-тұра жәрдемдесіп тұрды. Ішіме өзім перевязка жасап, балама да өзім қарап жүрдім. 40-мыздан шыққан соң абысыным емес, қайнағам маған тиісе бастады. Жата-жата жамбасың ауырмады ма? Сырттың тірлігі болмаса да іштің тірлігін істе. Жалғыз сен туған жоқсың. Әлде ұл туғаныңа мақтанып жатсың ба деп ұрыс шығарды. Өзім жайлы айтса мейлі, бірақ әке-шешеме дейін тілдеп, қатын сияқты бәдіктенетін, оны мен ұрсатын болсам, мені жеңіп қоятын сияқты. Содан түнімен балам жыласа да, өзім жаныммен қайғы болып жатсам да, тірлік істеп, қайнағамның көзіне көрініп жүрейін дедім. Арада біраз уақыт өтіп, шүкір денсаулығым жақсарып, баламда 3-4 ай болып, ес жиып алдық. Үйдегі қайным келін әкелемін деді. Әрине оған қатты қуандық. Үйде үлкен дайындық. Себебі қызды ұзатып алып келеміз. Үйге келген соң бірден беташармен қоса тойлар болды. Көп өтпей, кенжетай қайным үйге айдай сұлу келіншек алып келді. Ертесіне түсте беташар болып, кешке үлкен той өткіздік. Шіркін, той көрмегелі қай заман. Жақсылап тұрып ішімдегінің барлығын шығарып биледім-ау. Тойдан соң Құдайға шүкірлік өткіздік. Тойдан кейін әдеттегідей қайнағам Құдай бізге жөні түзу келін бермеді. 2 келін де жұрттың күлкісіне қалдырып, салпаңдап той бойы билеумен болды. Ятай деп күңкілдеп жүр. Қандай адам өзі? Мен мақұл үйреніп қалдым ғой. Кеше ғана түскен келінде ол сөзді естіп, жылап бөлмесіне кетіп қалды. Әрине, жұбатуға тырыстым. Және бұндай сөздерге үйрене беруін айттым. Сонымен үйде 3 келінбіз. Барлығы жақсы, түсінісіп кеттік. Тірлікті бөлісіп істейміз. Менің бір түсінбейтінім бар.
неге өз ата-енеміз бізбен бірге тұрмайды екен. Соны білу үшін Мейрамбекпен сөйлеспекші болдым. Әңгімеге ары тарттым, бері тарттым, бірақ түк шықпады. Бірақ тағы бір адам бар, ол әрине абысыным. Бір білсе сол кісі біледі бұл жағдай туралы. Абысынмен әңгіме айтып отырып, төтесінен сол сұрақты қойып қалдым. Осы неге ата-енеміз бізбен бірге тұрмайды? Алғашында абдырап қалғаны рас, бірақ менің айтқанымнан қайтпайтынды біліп айтуға бекінген секілді. Қайнағаң Марлен мен қайын атам қатты сөзге келіп қалды. Ұрыстың аяғы төбелеске ұласты. Оларды ешкім тоқтата алмады. Марленнің қызба мінезі мен қайын атамның қыңырлығы бір шаңыраққа екеуін сыйғыза алмады. Сондағы әшейін бір жылқы үшін ұрысқан. Аяғында бет көріспей кетті. Қазір олар тек жиын болса ғана келеді. Ал мен ол жаққа мүлдем барған емеспін. Марлен маған ол жаққа аяғыңды аттап басушы болма деген. Егер барсам, ол мені аямайтыны анық. Ал ерке балаға ештеңе дей алмайды, өйткені ол үйдің кенжесі. Сол кісілердің жанында өскен. Абысынынан естіген бұл жайтқа сенер-сенбесімді білмедім. Туған баласы мен туған әкесі мүмкін еместей көрінгенмен, әрине ол шындық. Қандай адамдар өзі? Менің Мейрамбегім жақсы екен ғой. Мен қайнағамдай адамның жанында өмір сүрмес едім. Абысынға Құдай күш-қуат берсін. Күндегідей өз тіршілігімізді жасап жүрміз. Айнұр келін білмегендерін үйреніп, барынша тірлік жасап жүр. Шүкір, ол да бірден үйренісіп кетті. Бірақ қайнағамның мінезін ол қалай қабылдар екен? Үйге қонақтар келетін болды. Айнұрдың ата-анасы. Кешкісін келетін болғандықтан таң атысымен дайындалдық. Не дегенмен құдалар ғой. Тағы да жаңа құдалар. Жақсылап жылқының етінен ет астық. Молынан болды. Қазымыздан да, қартамыздан да алып барымызды қойдық. Базардан анау-мынау алып тәттілер пісірдік. Кеш батты. Барлығы дайын. Шамамен кешкі 7-де қонақтарымыз келді. Арқа-шарқа мәз-мейрам болып ақ дастарханнан ауыз тиді. Барлығы керемет. Танысып, білісіп, жақынырақ сөйлестік. Сол ортада қайнағам, біздің үйдің ең сөзшең келіні осымен сөйлесе беріңіздер деп тұрып кетті. Оған аса қатты мән бермегендей әңгіме айтып отыра берді. Абысын сорпа алып келемін деп ас бөлмесіне кеткен. Біз Айнұр екеуміздің қонақтармен отырғанымызды көріп, ашуы келді ме, қайнағам келді де. Жас келін болып отыра беріңдер сендер. Ана жақта үйдің үлкені жүрсін тірлік істеп. Сенің аузың жабылмайды. Сенің әке-шешең келіп отыр. Ешқайсың бос емес екенсіңдер ғой. О тоба деп кіші келін екеумізге қарады. Бұл сөзге қонақтар кірпіктей жиырылды. Кімге болсын оңай тимесі анық. Айнұрдың екі беті қызарып, қайнағам үшін қатты ұялып отыр. Ал еркектер қауымы ашудан жарылардай. Айнұрдың әкесі тұрды да: менің айтар артық сөзім жоқ. Мына жерде сөз шығындап, дауласқан келіп тұрған жоқ. Құдай сана берсін. Айнұржан қызым, саған Алла сабыр берсін. Ал біз жүре берейік. Рахмет, астарың дәмді болыпты деді де үйден шығып кете барды. Қайным мен келінім артынан жүгіріп шығарып салды. Масқарай, масқара, ятай. Бұл кеш осындай жағдайда өтсе де, ешқайсымыз бір-бірімізге артық сөйлеспеуге және қайнағамның сөзін барынша елемеге тырыстық. Алайда шектен шыққан бұл іс әрекетіне Айнұрдың өкпесі қара қазанда екені сезіліп тұр. Бірдеңе десе сөзі дайын тұр. Айтқаным сол екен ақ, сиыр сауып келе жатқан Айнұрға қайнағам: сиыр сауғанда адам деген шаршатпай сауы керек қой. Не бәлем мынау, жуынды ұқсатып, шелектің ішіне де, сыртына да сауғансың. Шешең үйретпеген бе? Деді. Айнұрға сырттай сабыр тілеп тұрсам да, оның келбетінен ашу-ыза кернеп тұрғанын байқауға болады. Бірден үйге кірді де, кенже балаға: мен бұл үйден жалғыз кетемін. Не болмаса бірге кетеміз деді. Не болды Айнұр, тыныштық па? Тыныштық емес. Мынау ағасымағың қандай адам өзі? Адамға тыныштық бере ме, жоқ па? Маған тыныштық бермесе бермесін.
әке-шешеме тыныштық берсінші ең болмаса. Менің тәрбиемде не үйренгенімде жұмысы болмасыншы. Оны сырттан қайнағам естіп, бірден кіріп келді. Ей келін сымақ, саған айтсам жақсы болсын деп айтамын. Не болды сонша жынданып? Қарашы бұны, ауылдың тірлігіне шыдай алмасаң, неге тидің байға? Кетемін дейді ғой, кетсең жоғал, інімді таста, өзің кет. Ашуға булыққан кіші келін, қайнаға тым артық кеттіңіз. Мына сөзіңіз енді немене? Өзіңізге бірдеңе айтса, көтере алмай, жерден алып жерге саласыз. Ал сіз бізге сөйлесеңіз, үндемей, жертва болып отыра беруіңіз керек пе? Менің есім орнында. Кенже бала келіншегінің сөзін жақтап, екеуі екі жақтап киімдерін жинай бастады. Оларды барынша тоқтатуға тырыстық. Алайда түк те шықпады. Райынан қайтару біз ойлағаннан да қиын болды. Сырттағы машиналарына жүктерін тиеп, екеуі кете барды. Не сау бол жоқ, басқа жоқ. Бізде арттарында аузымыз ашылып қалып қоя берді. Айнұр не де болса дұрыс жасады. Шіркін, оныкінде сенімділік маған да берілсе ғой, алайда мен ондай бола алмаймын. Батылым жетпейді. Қанша аузым сайрап тұрғанымен, дәл Айнұрдың жүректілік менде жоқ. Үф, не болса ол болсын. Нақтысын айтқанда олар бөлек шығып кетті. Жақсы, бақытты болсын. Не дегенмен де қайнағамдығы дұрыс емес. Жас келін, жас құдалар, ерсі мінезін оңашада көрсетсе болады ғой. Келген келіндерге бұлай жасай берсе, кім қалады қасында? Келін түгілі бауырлары қашып кетеді ғой. Өз әке-шешесі безіп жатқанда. Барлығы жақсы болсын деп, тіршілігімізді жалғастыра бердік. Менің де кеткім келеді ақ, бірақ абысынды жалғыз қалдырғым келмейді. Bir жағы мен келмей жатып та істеп жүрген тірлігі. Жанындағы байы мені қайтсын деймін. Біресе ондай ойлардан аулақ болайын деймін. Bir күні қайнағам мен Мейрамбек қатты сөзге келіп қалды. Абысының айтқанындай қайната мен қайнын ағамның екеуінің арасындағыдай ұрыс болмасыншы деп тілеп тұрмын. Алайда соңы оған жеткен жоқ. Заттарыңды жина, кетеміз деді күйеуім. Мен байғыз аузым ашылып бәрін жинап жүрмін. Екіншіме аяғым ауыр еді. Босанатын уақытымда таяп қалған. Планированный кесір тілігі болатын. Уже 2 аптадан соң ауруханаға жатамын. Бірақ оған қарамады. Бірден индрайвер шақыртты. Астанаға кетеміз деді. Мен сенер-сенбесімді білмедім. Оған шыдай алмаймын десем де көнбеді. Бұл жерден кетемін. Бұл ауылды да, бұл облыста да көргім келмейді деді. Амал жоқ, заттарымызды тиеп бізде кете бардық. Астанаға баруым бардық. Бірақ 3 күннен соң ішім қатты ауырып, платный ауруханаға жаттым. Олар баланың тұншығып жатқанын айтты. Содан дереу ота жасап, босандырып алды. Мейрамбек бар жағдайымды жасады. Ауруханада дәрігерлер де барлығы ойымыздағыдай. Баламды уақытша бала бақшаға бере тұрдық. Мейрамбек бір жұмыс тауып, қайтарда алып кетіп, барарда бала бақшаға алып барып жүрді. Көп ұзамай мені де ауруханадан шығарды. Бірақ үлкен ұлым көп жылады. Бала бақшадан басқа бала бақшаға ауыстырдық. Сонда да жылауым қоймады. Жоқ, ауылды сағынды ма білмеймін. Бірақ мен ауылға қайту керек деген шешімді қабылдадым. Күйеуімді көндіру оңайға соқпады. Сонда да қайтпадым. Екінші ұлым 40-нан шыққан соң бірден самолетке отырып 2 сағатта жетіп бардық. Үйдегілер аң-таң. Біздің келгенімізде балалар мен абысын қуанып қалды. Алайда қайнағам жақтырмай қарады. Балам келді де балалармен достарымен арқа-жарқа болып ойнап әбден мауқын басты. Сөйтсем, үлкен балам ішіріп жүрген екен. 2 күннің бірінде қайнағам мен күйеуім жанжалдасып қала беретін болды. Титтей нәрсеге бола ұрыс шығады. Абысын екеуміз не істейміз деп миымыз әбден ашыды. Ода Мейрамбек үйден аулақ болу үшін бақтаға жұмысқа ауысты. Кейін болмай қайтып келді. Отбасымызға не болғанын білмеймін. Барлығы неге түйінделген жіптей шиеленісіп кетті екен. Ауылдың тіршілігімен күніміз өтіп жатты. Арада біраз уақыт өтті. Қайнағамның мінезі тіпті күшейіп барады. Немесе біз тым жүдеп барамыз.
Жүнжіліп түтігіп кеттік. Мән бермей-ақ қояйын десең де, бәрібір бірдеңе ішіңде тұрады. Бір күні қайнағам әдеттегідей сөйлей бастады. Екі ұлымды түнімен температурасы көтеріліп ауырып шыққан менің мүлдем көңіл күйім болмады. Кенже бала мен Айнұр да кешірім сұрап үйге келген. Жанымда Айнұр тұрды. Мен қайнағамның сөзін көтере алмай бір ауыз артық сөйледім. Рас, кінәлімін. Аға, сізден шаршадым. Миымді ауыртып жібердіңіз дедім. Сонда қайнағам, сенде кесапат келінің барынан жоғы деп менің қолымнан ұрып, кеудемнен итеріп жерге құлатып жіберді. Айнұр, аға, жындысыз ба? Неге қол көтересіз деп еді. Оны да итеріп жерге құлатып салды да кете барды. Мұны кенже балаға Айнұр айтып барды. Кенже бала барып сөйлеспекші болып еді, оған қайнағам басқаша жеткізді. Екі келін мені әбден қорлады депті. Содан жас отбасының арасында кикілжің туындап, олар біразға дейін ұрсып, ақыры кенже бала мен Айнұр ажырасып тынды. Бір-бірінің бетін көрмейтіндей халге жетті. Ал мен болсам, сол уақыттан бері тыныш тұрмадым. Қайнағама аузыма не келсе, соны айтатын болдым. Ондай адамға сол керек. Соңында біз қайнатам мен енемнің үйіне көшіп бардық. Олар қатты қуанып қалды. Қайнағаммен арамызды үздік десек те болады. Бірақ абысынды аяймын. Оны да алып кеткім келді, әттең. Бірақ Құдай қосқан қосағаннан айырылғысы келмейді ғой. Балаларым ата-әжесімен күнде ойнап, көңіл күйлері көтеріліп жүр. Менің де миым тыныш, күйеуімде мәз-мейрам. Бірақ қанша күліп тұрғанымызбен, қайнағам мен қайынымның жағдайы бәрімізді алаңдатады. Алдымдағы басқа абысындарымның да басынан осы жағдай өтті ме екен білмеймін. Әйтеуір бәрі жан-жақта.